Так, қалайсыздар? Жалпы мына екінші тарау, мына сабағым жаңа бітіп қалған еді, уақытында екінші тарауы. Так, мына уже баға жоғары кеткен кезде, мысалы, осы жерде жоғары кеткен кезде сіздерге пайда түседі. Автоматически төмен келсе, стоп-лоссқа келсе, сіздердің жаңа позицияларыңыз минуспен автоматически жабылып қалады, но қатты бір минус табылмайды да, егер мына жерден ашатын болсаңыз былай. Так, біз мына алтынмен қалай сауда жасаймыз, соны тағы да көрсетіп шығайын. Мысалы біз мына жасыл свечаның мықтылығын анықтауымыз керек. Жасыл свечаның мықтылығын анықтап, уже бұның күшін уже біз анықтап отыруымыз керек. Бұның күшін біткенін анықтауымыз керек. Жасыл свеча уже жоғары қарай кетіп, уже жасыл свечаның күші біткеніне бастап, уже қызыл свеча басталған кезде төмен қарай біз оны қалай торговать етеміз, мен сіздерге соны айтып кетейін. Так, мына астың үстіңгі ғой негізі менікі. Мысалы біз жасыл свеча жоғары қарай келді, уже до конца келді, уже до конца көтеріліп, уже бітті. Жасыл свечаның күші бітіп, ана қызыл свечаның күші басталады. Мысалы осындай уже қараңыздар, мынау сияқты басталады қызыл свечашы, осылай төмен қарайшы. Мынау уже күшім бітті ғой, до конца көтеріліп, уже қызыл свечаның күші басталған кезде біз мына жерге стоп-лоссты қоямыз. Так, мен сізге айтайын. Так, мына жерге біз так. Стоп-лосс. Так, мына жерге біз стоп-лосс қойдық. Мысалы, қызыл свеча мына жерге басталған кезде, жоғары кеткен кезде уже тек профитті біз мына жерге қоямыз ғой, примерно біз. Осы жерге қою керек біз негізі. Қазір көрсетемін. Тек профит біздікі осы жерге келеді ғой негізі. Так. Мысалы тек профит не үшін? Өйткені мына жерге келеді, сіздердің пайдаларыңыз автоматически жауып қалады ғой. Уже біз так примерно көрсетіп отырмын. Мысалы мына жаққа қызыл свеча келеді, уже жасыл свеча тоқталады. Қызыл свеча басталған кезде, мысалы астыға қарай направление түссе, біз осы жерге тек профит қоямыз, үстіне стоп-лосс қоямыз. Так, ендігі мақсат. Алтын схемасын үйретіп отырмын сіздерге. Так, біз қандай лотпен жұмыс жасаймыз деген вопрос бар. Қазір сіздерге көрсетемін. Бәрін ретке келтірем. Біз мына жерге келгенде уже біз төмен ашуымыз керек та. Уже стоп-лосс үстіне қоямыз да, тек профит қойып, мына жерге уже төмен қарай сел деген уже позицияны ашуымыз керек. Қазір сізге бәрін түсінікті жазамын. Так. Біреу деген көріп тұрсыздар ма? Бай. Бай. Жоғары же. Так, мына жер, мысалы. Так. Мына жер, төмен қарай. Көрдіңіздер ма? Сел төмен. Біз осы жерден ашамыз ғой, негізі сел деп ше. Мына жаққа стоп-лосс, мына жаққа тек профит. Баға самы астыға түседі ғой, мына жаққа келіп тоқталады ғой, уровеньдерге келіп ше. Уже мына жерге стоп-лосс, бай, жоғары қарай мына жаққа тек профит қоясыздар. Примерно осындай арашықта өлшеп аласыздар ғой. Осы міне ең жақсы бір схема осы деп ойлаймын, өйткені қатты
бір риски жоқ деп ойлаймын. Демон шотпен қарасаңыздар болады. Қарапайым схема. Вот. Сол достар, келесі сабақта мен сіздерге риск менеджментті айтып түсіндіретін боламын. Так, мына біздің жаңалық шыққан кездері болатын уровеньдер. Мысалы, мына жақта қатты самый астыға түсті. Мына қараңыздар. Мына бағана көрсеттім алдыңғы сабақта тоже. Мына ірі ойыншылар жиналған кезде астыға түсті. Мысалы, мына жақта же сел деген төменге қарай позиция ашуға болады. Өйткені же ірі ойыншылар астыға направление берді. Мына жақта кіші свеча бұл ірі ойыншылардың жинақталуы және позиция жиналуы деп аталады. Мына жақта қызыл свеча түседі же төменге қарай түсті. Сел деген төмен деген позицияны ашсаңыздар болады достар. Әр осындай қылып жұмыс жасайды. Мысалы, баға төмен кетеді, жоғары көтеріледі, төмен кетеді деген сияқты. Stop loss, take profit, stop loss. Мысалы, соларды ұмытпасаңыздар болды. Так, бұл жерде қандай лотпен жұмыс жасаймыз? Мета 5пен, мета 4пен, жаңағы. Біз бұл жерге ал 0.02 алтынға осы лот жетеді негізі. Лот қазір көрсетем. Мына мета 5, мета 4, мысалы қандай жұмыс жасайсыздар? Мысалы соған 0.02 лот жетеді. Алтынға жетеді негізі, алтынға. Өйткені алтын волатильность көп болады. Сондықтан осы лот жетеді. Ең кішкентай лот қой, бұл айтқаны. Ең кішкентай лот. Мысалы, осында бір позиция ашып жүрсеңіздер жетеді алтынға күнде. Примерно бір 2-3 позиция. Примерно қазір схеманы айтайын. Так. Күніне примерно жоқ дегенде 4 сделка. Мысалы, күніне 4 сделка ашсаңыздар жетеді сіздерге. Мысалы, осында 0.02 лотпен күніне 4 сделка жетеді. Минус минимальный примерно жоқ дегенде $4 бол керек. Егер $4 минус болса, өшіріп салуыңызды сұраймын. Ал күніңе табыс пайда примерно $5 және $10 бол керек. Так, мына жерге біз $100 немізді шотымызда болу керек. Шот. Көрдіңіздер ме? $100 шот. Лот 0.02. Күніне сделка 4 сделка жетеді. Минус $, егер $4 минусқа келгенде саудан тоқтатамыз сразу сол күні. Пайда 5 және $10 аралығы болу керек та. Осылай риск ұстаймыз, осылай риск менеджмент ұстанамыз. План негізі күніне 5 немесе 10% пайда болу керек. План